жігіттер жиналамыз. Қалып қоймаймыз. Нормально. Нартай деген ауылдікімін. Бірақ мен еркекпін. Мен жамандық үшін шығып атқаным жоқ. Мен халқым үшін шығып атырмын бұл жерге. Бізге арзан бензин, арзан газ берсін. Солярка. Қараш, братан. Мына Қазақстанда мен машинамен шығып Шымкентке бару үшін мен ақша төлеуім керек. Братан, вообще элементарный вещь. Қалай сонда ол, братан, айтшы өзі. Сіз қазақсыз да, бәрі жоғарыда отырған бәрі қазақ, бірақ біз какой-то халық орыстарсыз. Американсыз ба? Осы елдің балданымыз. Сіздердің барлықтарыңыз дұрыс па, аға? Сіз өзіңіз сынап тұрсыз бағана. Мен сізге айтайын, түсіндіріп өтейін. Сондықтан жігіттер, мынау мереке қарсаңыз, көрдіңіз бе, қанша адам қаласасын қыдырып Жаңаөзеннің халқына тиіспесін, болды. Баяғыда қыртыстамасын маған, атыстамасын. Олар ешқандай ондай ішіне болмайды. Мен сізге айтайын. Енді тыңдаңыздар, сіздер енді айтып отырсыздар ғой, жоғары жаққа бар жеткізу. Жоғары жақтың үш жердегі өкілдері жергілікті әкімдікке